Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2018 жылы шыққан «Өрмекші адам» ғаламдар арқылы анимациялық фильмінің сюжетін талдаймыз. Майлз Моралес қарапайым жоғары сынып оқушысы. Ол жақында әкесі Джеффтің қалауымен басқа беделдірек мектеп-интернатқа ауысты. Жігіттің әкесі полицей болып жұмыс істейді, және өрмекші адам ретінде танымал қылмыспен күресуші Питер Паркерді онша ұната бермейді. Оқушының анасы Рио дәрігер болып жұмыс істейді. Джефф ұлын енді өзі тұратын мектеп жатақханасына дейін көлікпен апарып тастайды. Жаңа мектебінде Майлз осында жақында ғана ауысып келген сүйкімді сыныптасы Гвандаға назар аударады. Майлздың әкесімен қарым-қатынасы біршама шиеленісті, сондықтан ол өзінің туған ағасы Ааронмен әлдеқайда жақын араласады. Жігіт ағасына сүйкімді сыныптасы туралы айтып береді. Содан кейін Аарон жиенін ешкім жоқ жерге апарады. Ол жерде екеуі қабырғаға граффити салады. Джефф мұндай өнерге үзілді-кесілді қарсы болса, ал ағасы керісінше, жас өспірімнің бұл қызығушылығын қолдайды. Майлз қабырғаға сурет салып жатқанда оны Алхимакс корпорациясының зертханасынан қашып шыққан радиоактивті өрмекші шағып алады. Жоғары сынып оқушысы бұл жәндіктің оның өмірін қаншалықты қатты өзгертетінін сезбестен оны шертіп өлтіре салады. Келесі күні таңертең Майлз шалбарының белгісіз себептермен өзіне кішірейіп қалғанын көріп таңғалады. Жігіт мектеп дәлізінде Гванданы кездестіріп, онымен еркін сөйлесуге тырысады. Бірақ Майлздың алақаны еш себепсіз қыздың шашына қатты жабысып қалады. Жігітке Гванданың шашын жұлып алуға тура келеді. Осының кесірінен ол сұлу қыздың көңілін табу үмітінен толықтай айырылады. Дәл осы кезде күзетші пайда болып, кеше жатақханадан қашып кетіп мектеп ережесін бұзғаны үшін Майлзға ұрсып тастайды. Жігіт алдынан шыққан бірінші есікке кіріп кетеді. Ол күзет бөлмесі болып шығады. Оның қолдары мен аяқтары барлық затқа жабыса бергендіктен іште нағыз бейберекетсіздік орнатады. Бір сәтте Майлз ғимараттың сыртындағы қабырғалармен тікелей жүріп бара жатады, ал Гванда оған таңғала қарап тұрады. Жігіт өз бөлмесіне жетеді. Онда оның көзіне өрмекші адам туралы комикс түседі. Майлз өзінің де соған ұқсас супер күшке ие болғанына күдіктене бастайды. Үрейленген оқушы ағасына қоңырау шалмақ болады, бірақ ол жауап бермейді. Майлз жол жөнекей ерекше күш, жылдамдық пен ептілік таныта отырып, өзін өрмекші шаққан жерге қайта оралуды ұйғарады. Өлі өрмекшіні тапқан жігіт мәселенің шынымен де сонда екенін түсінеді. Майлз керемет сезімдерінің арқасында жақын жердегі қауіпті сезеді және көп ұзамай өрмекші адам мен жасыл гоблин арасындағы шайқастың қақ ортасынан бір-ақ шығады. Гоблин басқа әлемге портал ашуға тырысып жатқан еді. Жігіт биіктен құлап өле жаздайды, бірақ Паркер оқушыны құтқарып қалады және оның да өзіне ұқсас супер күші бар екенін бірден түсінеді. Өрмекші адам тозақ машинасына қайта оралып, оны жойып жібермек болады. Осы кезде қаһарманға тап берген тағы бір зұлым, қаңғыбас пайда болады. Содан кейін оны жасыл гоблин жерге басып тастайды. Басты зұлым Кингпин өз сыбайластарына алып машинаны іске қосып, параллель әлемдерге портал ашуды бұйырады. Мұның апатқа әкелетінін түсінген өрмекші адам гоблиннің уысынан сытылып шығып, тікелей коллайдерге қарай ұшады. Бұл қуатты жарылыс тудырады. Майлз ауыр жараланған қаһарманға жүгіріп келеді. Ол оқушыға коллайдерді өшіре алатын флешканы береді. Өйткені оны қайта іске қосса, ол бүкіл ғаламды жойып жіберуі мүмкін еді. Жас өспірім кетіп үлгермейді. Зұлымдар пайда болып, оның көз алдында өрмекші адамды өлтіреді. Қаңғыбас осы жағдайды көрген жалғыз куәгердің соңынан қуа жөнеледі. Оған әрең дегенде қашып құтылуға мүмкіндік туады. Ол қозғалып келе жатқан пойыздың астына түсіп қала жаздайды. Жатақханаға оралғысы келмеген Майлз үйіне асығады. Онда ата-анасын құшақтап, осы түнге сонда қалуға рұқсат сұрайды. Жоғары сынып оқушысы қаза тапқан өрмекші адам туралы жаңалықтарды өкінішпен көреді. Ал келесі күні таңертең ол өзіне супер қаһарман костюмін сатып алуды ұйғарады. Майлз қайтыс болған өрмекші адамның жесірі Мэри Джейннің оның жерлеу рәсімінде сөйлеген сөзін тыңдайды. Осыдан кейін ол қаланың жаңа қорғаушысы болуға нақты шешім қабылдайды. Жас өспірім бір шатырдан екінші шатырға тәуекелге барып секірмек болады, бірақ сүрініп кетіп, үлкен биіктіктен жерге құлайды. Майлз аздап қана жарақат алады, ал коллайдердің кілті болған флешка парша-парша болып сынады. Жігіт өрмекші адамның бейітіне барып, одан сәтсіз аяқталған миссиясы үшін кешірім сұрайды. Осы сәтте оның артында жұмбақ бейтаныс адам пайда болады. Күтпеген жерде Майлз өзінің жаңа қабілетін байқатады. Ол әлгі ер адамды қуатты электр тогымен ұрып ұшырып жібереді. Жақынырақ келген оқушы есінен танып қалған бейтаныс адамның өрмекші адам костюмін киіп алғанын, ал оның білезіктеріне веб-шутерлер бекітілгенін байқайды. Сөйтсе, бұл басқа әлемнен келген Питер Паркер екен. Ол әлемде Мэй тәтей баяғыда қайтыс болған, ал оның өзі Мэри Джейнмен ажырасып кеткен.
Осыдан кейін Питер депрессияға ұшырап, супер қаһарман өмірінен шаршап, толықсып кеткен еді. Сөйтсе, оны кенеттен ашылған портал арқылы Моралестің шынайы әлеміне тартып әкеткен екен. Зиратта пайда болған полицейлер Майлзға қол көтеруді бұйырады. Сол кезде жігіт әлі ес-түссіз жатқан Паркердің веб-шутерінен өрмек атып, қозғалып бара жатқан пойызға дәл тигізеді. Пойыз екеуін қаланың орталық алаңына дейін апарып тастайды. Питер Майлздың жасырын орнында байлаулы күйде есін жияды. Майлз одан супер қаһармандық әдістерді үйретуді табанды түрде талап етеді. Бұл идея Паркерге онша ұнай қоймайды. Ол еш қиындықсыз арқаннан босанып шығады. Бірақ ол терезеден секіріп кетпек болғанда құлап түседі. Өйткені оның атомдары бөтен әлемде бір-бірімен дұрыс әрекеттеспейтін еді. Өз әлеміне оралу үшін Питерге коллайдерді жою керек. Бірақ Майлз флешканы сындырып алғандықтан ең алдымен Алхимакс корпорациясына баруға тура келеді. Келесі күні таңертең екеуі Алхимакс кеңсесіне еш қиындықсыз кіріп кетеді. Сол жерде Майлз өзінің тағы бір қабілетін, уақытша көрінбейтін болып қалу қасиетін байқайды. Майлз өзінің үлкен серігінен Алхимакс дерекқорына вирус орнатуға және коллайдерді жоюға көмектесетін флешканы алады. Ал Питердің өзі бұл уақытта сол жерде пайда болған ғылыми қызметкер Оливия Октавиусты сөзге тартады. Майлз құпия сөзді еш есіне түсіре алмай, компьютерді ұрлап кетпекші болады. Сол кезде кенеттен Оливия өзінің шынайы бейнесін суперзұлым доктор Сегізаяқ екенін көрсетеді. Өрмекшілер компьютерді өздерімен бірге ала қашпақ болады. Ал Сегізаяқ бірнеше күзетшімен бірге олардың соңынан қуа жөнеледі. Қашқындар орманда қуғыншылардан ұзап кете жаздағанда, Паркердің денесі қайтадан сыр береді. Бұл Сегізаяқтың оларды қуып жетуіне мүмкіндік береді. Осы сәтте аяқ астынан үшінші супер қаһарман пайда болып, зұлым әйелді лезде жеңеді. Ақ масканың астындағы адам баяғы мектептегі Гванда болып шығады. Оның шын есімі Гвен Стейси. Қыз өзінің мүлдем басқа әлемнен екенін, ол жақта бірнеше жыл бұрын оны да радиоактивті өрмекші шағып алғанын айтады. Өкінішке қарай, Гвен өзінің ең жақын досы Питер Паркерді құтқара алмады. Ол оның қолында қарақшының оғынан қаза тапқан еді. Ал бірнеше күн бұрын ашылған портал арқылы оны осы шынайы әлемге лақтырып жіберіпті. Қашқындардың компьютермен бірге ізін суытқанын білген Кингпин өз өміріндегі ең жаман сәтті есіне алады. Сол күні ол өз үйінде өрмекші адаммен төбелесіп жатқанда, табалдырықта кенеттен оның әйелі мен ұлы пайда болады. Күйеуінің қаншалықты қатыгез екенін көрген әйелі ұлын қолына алып, онымен бірге алысқа қашып кетуді ұйғарады. Өкінішке қарай, екеуі жол апатына ұшырап, оқиға орнында көз жұмады. Енді Кингпин параллельді шынайылықтағы әйелі мен ұлымен қайта қауышу үшін басқа әлемге портал ашуға тырысып жатыр. Дәл осы кезде Гвен Майлзға жаңа флешка кілтті қалай жасауға болатыны туралы идеясы бар екенін айтады. Кешке үшеуі Мэй тәтейдің үйіне жетеді. Ол қайтыс болған жиенін сағынышпен еске алып отыр екен және басқа шынайылықтан келген Питерді көріп қатты таңғалады. Кемпір қонақтарды Паркердің құпия баспанасына бастап апарады. Онда олар қаһарманның көптеген мықты гаджеттері мен түрлі костюмдерін көреді. Кенеттен төбеден біздің шынайылығымызға түсіп қалған тағы 3 өрмекші түседі. Біріншісі 1933 жылғы жеке детектив Нуар өрмекші, екіншісі 3145 жылғы Пенни Паркер. Ол өз роботының ішінде тұратын өрмекшімен телепатиялық байланыс орната алады. Және соңында мультфильмдер ғаламынан келген шошқа өрмекші. Олардың барлығын кезінде радиоактивті өрмекші шаққан. Енді олар өз әлемдерінде оралуға асық. Майлз достарына коллайдерге жетіп, үйлеріне қайтуға көмектесетінін мәлімдейді. Бірақ оқушы әлі күнге дейін өз қабілеттерін толық меңгермеген еді, және құдіретті Кингпинге қандай да бір қарсылық көрсете алуы екі талай болатын. Өзін мүлдем түкке тұрғысыз сезінген жігіт көрінбейтін күйге еніп, топты тастап кетеді. Майлз ағасының үйіне барады, бірақ оны үйден таппай, Ааронға хат қалдырады. Онда ол үнемі бәрінің көңілін қалдыратынын, және сенімді ақтамайтынын мойындайды. Кенеттен терезеден қаңғыбас кіріп келеді, ал Майлз ол байқап қоймас үшін көрінбейтін болып қалады. Зұлым маскасын шешкенде, жігіт өз көзіне өзі сенбейді, өйткені бұл оның туған ағасы еді. Майлз терезе арқылы сытылып шықпақ болады. Бірақ қаңғыбас оны байқап қалып, қала көшелерімен қуа жөнеледі. Жол жөнекей ірі жол апатын қолдан жасайды. Оқушы көліктердің арасымен қашады, ал зұлым одан қалар емес. Осы уақытта Пенни өз роботымен бірге коллайдерге арналған жаңа кілт жасайды. Қыз дайын кілтті Паркерге береді. Дәл осы сәтте бөлмеге қобалжыған Майлз жүгіріп кіреді, өз ағасының супер зұлым қаңғыбас болып шыққанын айтып береді. Олардың ізін ала бөлмеге жасөспірімді аңдып келген Сегізаяқ бірнеше зұлымдармен бірге басып кіріп, бәріне шабуыл жасайды. Қызу шайқас кезінде кілт Майлздың қолына түседі. Ол жетіп үлгерген қаңғыбастан жасырынбақ болады.
Зұлым өрмекшіні үйдің шатырында қуып жетіп, оның көзін құртпақшы болады. Сол кезде жас өспірім маскасын жұлып алып, кім екенін көрсетеді. Алдындағы жиенін көрген Аарон таңғалғаннан қатып қалады, және оған зиян тигізуге дәті бармайды. Мұны сырттай бақылап тұрған Кингпин оны өрмекші адаммен бірігіп алды деп ойлап, қаңғыбасқа оқ атады. Майлз ауыр жараланған ағасын демеп алып, бұрышқа тығылады. Өлім аузында жатқан Аарон жиенінен кешірім сұрайды, және баланың дұрыс жолды таңдағанын айтады. Осы сәтте Майлздың артында қаруланған Джефф пайда болады. Сол себепті жоғары сынып оқушысына көрінбейтін күйге еніп, қашып кетуге тура келеді. Джефф өзінің қайтыс болған бауырының денесін тауып алып, бұл жаңа өрмекші адамның ісі деп шешеді. Әбден сағы сынған Майлз жатақханадағы бөлмесіне бет алады. Қалған өрмекшілер оның соңынан еріп, жолдасын жұбатады. Өйткені бұл өмірде олардың әрқайсысы жақындарынан айырылған еді. Кенеттен Майлздың бөлмелесі кіріп келіп, қаһармандарға төбеге тығылуға тура келеді. Дегенмен бөлмелес өте ерекше топты байқап қалып, шоктан есінен танып қалады. Паркер Майлзды Кингпинмен өз бетінше күресе алмайды деп есептейді. Осы шынайылықта қалып, коллайдерді жою арқылы өз өмірін құрбан етуге шешім қабылдайды. Жас өспірім ақымақтық жасамас үшін Питер оны орындыққа байлап тастап, қалғандарының соңынан ере жөнеледі. Көп ұзамай Майлздың бөлмесіне әкесі келеді, бірақ ішке кіруге батпай, есік сыртынан ұлынан қаталдығы үшін кешірім сұрайды. Содан кейін оны жақсы көретінін айтып кетіп қалады. Майлз іске кірісетін кез келгенін түсінеді. Бар жігерін бойына жинап, жігіт өрмектен босанып шығады. Содан кейін жаңа костюм алу үшін Мэй тәтейге барады. Майлз қаладағы ең биік ғимаратқа шығып, сол жерде ақыры өзінің керемет қабілеттерін толық меңгеріп алады. Бұл уақытта қалған өрмекшілер коллайдерге жетеді. Ол іске қосылған болып шығады. Бұл осы шынайылықтың толықтай жойылуына әкеп соғуы мүмкін еді. Питер тозақ машинасын сөндірмекші болады, бірақ оған сегізаяқ шабуыл жасап, оның көзін құртпақшы болады. Майлз жолдасына дәл уақытында көмекке келіп, зұлым әйелді жеңуге көмектеседі. Болып жатқан жағдайды көрген Кингпин құрылғының қуатын арттырады. Соның салдарынан әртүрлі әлемдер бір-бірімен қиылысып, соқтығыса бастайды. Осы кезде өрмекшілер супер зұлымның сыбайластарымен кескілесе шайқасып, дерлік барлығының сазайын береді. Сегізаяқ өте мықты қарсылас болып шығып, бәрін жан-жаққа лақтырып тастайды. Бірақ бақытқа орай, басқа әлемнен пайда болған жүк көлігі оны қағып ұшырып, сұлатып түсіреді. Кингпиннің сыбайластарын жайғағаннан кейін, Майлз басқа әлемдерге порталдарды сәтті ашып, Пенниге, Нуарға, Шошқаға және Гвенге өз өлшемдеріне оралуға көмектеседі. Питер коллайдерді өз қолымен жою үшін осында қалмақшы болады. Бірақ Майлз ер адамды айқын ажалдан құтқарып қалу үшін, жолдасын оның өз ғаламына итеріп жібереді. Кингпин жас өспірімге шабуыл жасайды да, кескілескен шайқас нәтижесінде екеуі де қозғалып келе жатқан пойыздың ішінен бір-ақ шығады. Зұлым Майлзды ұстап алып, оны өлтірмекші болғанда, кенеттен басқа шынайылықтан келген оның әйелі мен ұлы пайда болады. Күйеуінің қатыгездігін көрген әйел оны құбыжық деп атап, қайтадан ғайып болады. Бұл Кингпинді одан сайын агрессивті ете түседі. Майлз зұлымның жойқын шабуылдарынан өле жаздайды, бірақ олардың жекпе-жегін әкесі бақылап тұрғанын көрген жігіт бойына батылдық жинап, өзінің әдісін қолданады, және қуатты электр тобымен Кингпинді тікелей коллайдерге лақтырып жібереді. Бұл құрылғының жарылуына әкеп соғады. Айнала тынышталған кезде, өрмекші адам костюмін киген Майлз әкесіне асығады. Әкесі нағыз зұлымның Кингпин екенін ақыры түсінеді. Полиция бүкіл қылмыстық топты тұтқындайды, ал Майлз қаһармандықпен қаза тапқан адамның орнына қаланың нағыз қорғаушысына айналады. Өрмекші адам, ғаламдар арқылы мультфильмі сіздерге ұнады ма? Пікірлерде бөлісіңіздер. Көргендеріңізге рахмет, және келесі кездескенше.